Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Көптен бері 2 аптадай болып қапты екен видео түсірмегелі ютубқа, өйткені менде бірнеше себеп бар да болған түсірмеуімне. Ең бірінші үлкен себеп осы тойға дайындық бізде. Қызу тойға дайындық жүріп жатыр. Қазір мен осы шоколадтарды сыртын орап жатырмын да. 50 штук шоколад. Оның алдында мына тойбастарды жасаған болатын бәрін. Мына жерде 230 штук бар. Алла қаласа келесі аптада сіңілім бар. Артымнан ерген бір түйір. Сол сіңілімді ұзатамыз Қызылорда қаласында. Соған осындай дайындық жүріп жатыр менде. Енді бауырымыздың тойында қызмет жасамағасын қайда қызмет жасаймыз дегенде ғой. Сол бізде екінші себеп ол менде на телефонның памятінің азаюына. Өйткені кез келген затты салған кезде уже память полный деп шығып тұрады. Сонымен кішкене телефонды тазалап, бүгін сіздерге осындай видео түсіріп отқан жайым бар. Ал енді тойдың процесінен сіздерге үзінді. Каким-то образом мына альпенгольдтар бізде 280 теңгеден, ал Қызылордада 350-ден жоғары. Неге? Кім білет себебін деп па? Обычно вроде Алматыдан келетін шоколадтар бізде каким-то образом арзан екен. Сол себепті мен осы жақтан алып жатырмын да шоколадты. Алдында өзіміз сол жақтан аламыз, мен сол жаққа апарып сразу бүктейміз деп пландап едік қой, бірақ планымыз жүзеге аспай қалды. Бұйырса барып сол жақтан мына бомбонерлерді құрып, ішіне затын салып, ол да бір үлкен шаруа да. Мына жерде тек 50 штук. Бұл жаңағы үйге сырға салып келген кезде дастарханға қойылатын дәм. Яғни той бастарда мына өзімнің дизайныммен күшті қылып осылай жасадым. Кстати, көбісі мені танитын адамдар білер, бірақ көбісі жаңа оқырмандар болсын ішінде білмес. Мен онлайн осындай дизайндар жасаймын оберткіге. Одан мындай той бастарлар жасаймын заказға. Және үлкен тойларға, садақаларға шақыру билеттер. Одан қалды жаңа мұғалімдердің арнайы роликтері, слайдтары, сондайларға тапсырыс қабылдап, үйден онлайн жұмыс жасаймын. Қосымша табысым менің. Оған арнайы бір Алла қаласа алдағы влогтарға бір өзім жоспарлап отырмын, сондай бір влог түсірем деп та. Дала деген бізде осындай күшті, керемет көктем болып тұрған. Есігіміздің алдында ағаштар гүлдеп жатыр. Бұл бізде шие ағашы. Жылда салады ғой Құдай. Бірақ дәмі ащы, ешкім жемейді. Бірақ сонда да ренжітпей әйтеуір салады күшті қылып. Ағаштардың бәрі күшті бүршік жарып, кәдімгі көктем келіп жатыр. Маңғыстауға жай келген сияқты көктем. Ничего. Адамның көзін қуантады өйстіп. Бізге ужинға плов, как всегда, біздің любимый тамағымыз деп па. Бұйырса плов ішіп алып, шоколадты ақтатсу керек. Осы менен чугунды сұрап жатады, қалай піседі тамақ, жақсы пісе ма деп. Бұның алдында да бір блогтарымда көрсеткен болатын, осыны распаковка жасап, осыған тамақ пісіріп жасағанымда да. Енді қыздар айтайын, кез келген тамақ ол адамның өзінің пісіру желаниясына, өзінің пісіру бір несіне жаңағыдай қалай айтсам болады, профессионализм дей ма, сондайына да байланысты шығар.
өзі тамақты жақсы пісіретін адам, ол любой кастрюлькада пісірсе де күшті болып піседі. Ал енді пісіре алмайтын адам, икемі жоқ адам болсын, ол енді керемет күшті қазан әкеп қойса да, одан да пісіре алмайды деген сөз ғой. Сол үшін адамның жалпы тамақ істегенде ол шын жүректен жасауы, шын ықыласпен жасауы. Міне піскен тамағым осылай шашылып, төгіліп, күшті болып пісіп тұр күрішіміз. Өзім ешқандай өкінбей осы чугун қазанда алмай. Өте керемет. Ең бірінші денсаулық, әлбетте денсаулықты ойлау қажет. Бұдан ешқандай токсин де, адамның ағзасына зиянды заттар да бөлінбейді. Әлбетте бұны да ұқыпты ұстау қажет. Ұқыпты ұстасақ, барлық заттың өзінің нормасын білсек, барлық затты жақсы піседі тамақтар. Ол қымбаты болсын, арзаны болсын. Солай қыздар. Кешкі прогулкаға шықтық. Ой, дала деген күннен күнге жылынып келатыр ғой, күшті болып. Балалар да кішкене күн ұзарғасын, сабақ болғасын, то есть ойнауға әйтеуір уақыт табады. Есік алдындағы жүзімдерімізді көрсетіп жіберейін сіздерге. Бәрі жапырақтарын жайып, енді не қылып, мына плетисте роза гүлдер ашады жылда. Мына бізде сорттары күшті, прямо ертең жазда жеген кезде күтір-күтірлетіп, өте дәмді жүзімдер. Бізде Маңғыстауда жазда, көктемде, сосын жазда емес, осындай күн енді жылынып атқан сәттер болады. Сосын осындай кезінде осындай құрттар пайда болады. Құрт емес енді, қоңыздар ғой, қара қоңыздар. Прямо көп болып жүреді. Стенада тұрады бәрі. Сосын ертең күн ысыған кезде өздерінен өздері жоқ болып қояды. Умар кетті, машинасына мініп алып. Ал мына жақта бізде екінші огород дейсің ғой. Тоже жүзімдер. Мына бізде черешня. Бутондары күшті, гортензия сияқты болып тұр. Ертең осылар күшті болып салады, иншалла. Ар жағында екіншісі енді гүлдейін деп жатыр. Бұлтыр үшіншісі болып еді, өліп қалды. Сол сіздердің аулаларыңызда қандай жемістер бар, қандай жемістер гүлдеп жатыр? Комментарияға жазып, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Екі ағай мен апай пысықсынып жатыр.